Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Су біздің басты байлығымыз. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырамын, шешуін тауып көріңіздер. Аяғы жоқ, жорғалайды, жүреді, аузы да жоқ, сыңғырлайды, күледі. Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ. Айтыңдаршы осыны, кім біледі? Жарайсыңдар, балалар. Жауабы су. Бейнетаспаны тамашалайық. Су жердегі тіршілік көзі. Таза күйінде оның дәмі мен иісі түсі болмайды. Су аққыш, оның тұрақты пішіні жоқ. Су өзіне қосылған заттың иісін, дәмі мен түсін қабылдайды. Оның дәмі мен иісі жағымсыз болса, денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Кейбір өзен, көл суларының түбінде жатқан тастарды, жүзіп жүрген балықтарды анық көруге болады. Бұл судың мөлдір екенін білдіреді. Мөлдірлік су тазалығының маңызды көрсеткіші. Жаңбыр не шық тамшылары жапырақтың бетімен төмен сырғиды. Тау өзені сарқырама гүрілдеп, жылғалар сылдырлап ағады. Осының барлығы судың аққыш екенін көрсетеді. Құдық пен бұлақ су өте пайдалы, бірақ ол тез ластануы мүмкін. Сондықтан оның сапасын үнемі тексеру керек. Қазақ халқында дария басы бұлақ деген мақал бар. Сонымен біз табиғи су көздерін өзен, теңіз, құдық, бұлақ, көлден аламыз. Сонымен қатар су үш күйге өзгере алады: сұйық, қатты және газ тәрізді. Судың күйлері бұршақ, қар, мұз, шық, тұман, бу, мұздық. Қыс түскенде жер бетін қар жауып, өзен көлдің беткі қабатына мұз қатады. Мұз судан жеңіл болғандықтан, оның бетіне жүзіп жүреді. Мұхит суларда мұз таудай болып көрінеді. Шын мәнінде судың астыңғы бөлігі одан да үлкен. Сондықтан мұзтаулар өте қауіпті. Күн жылынғанда қар мен мұз еріп, су мен буға айналады. Табиғатта су буы тұман түрінде кездеседі. Су тұманынан басқа мұз тұманы да болады. Ол өте ұсақ мұз қиыршықтарынан түзеледі және қатты аяз кезінде ғана байқалады. Балалар, бірінші сыныпта біз қосу мен азайтуға берілген арифметикалық есептер шығардық. Есімізге түсірейік. Берілген жақшасыз өрнекті біз солдан оңға қарай реті бойынша орындадық. Ал жақшалары бар өрнекте алдымен жақшаларды, содан соң солдан оңға қарай реті бойынша орындадық. Бүгінгі біздің мақсатымыз, балалар, құрамында барлық амалдар болатын өрнектердің мәндерін табуды үйренеміз. 2 және 3 амалға құрастырылған өрнектерді орындап көрейік. Мысалы, 48 қосу 18 бен 2-нің бөліндісі. Алдымен өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы орындалады. Бірінші 18 бен 2-нің бөліндісі 9-ға тең. Екінші 48 бен 9-дың қосындысы 57-ге тең. Өрнектің мәні 57. Екінші өрнек амалдардың орындалу ретін қарастырайық. 5 көбейту 3, қосу 8 бөлу 2. Бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Бірінші 5 бен 3-тің көбейтіндісі 15-ге тең. Екінші 8 бен 2-нің бөліндісі 4-ге тең. Үшінші 15 бен 4-тің қосындысы 19-ға тең. Өрнектің мәні 19. Егер өрнек құрамында тек қосу және азайту болса, онда амалдар солдан оңға қарай орындалады. Мысалы, 18 қосу 2, азайту 3. Бірінші амал қосу орындалады, екінші амал азайту орындалады. Бірінші амал 18 бен 2-нің қосындысы 20-ға тең. Екінші амал 20 мен 3-тің айырмасы 17-ге тең. Өрнектің мәні 17. Ал өрнекте тек көбейту және бөлу болса, онда амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. 18 бөлу 6, көбейту 2. Амалдардың орындалу реті: бірінші бөлу амалы, екінші көбейту амалы орындалады.
Бірінші амал 18 бен 6-ның бөліндісі 3-ке тең. Екінші амал 3 бен 2-ның көбейтіндісі 6-ға тең. Өрнектің мәні 6. Енді біз жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін қарастырайық. Жақшалы өрнекте бірінші алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. Екінші, содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен. Содан кейін қосу және азайту орындалады. Ал осы көріп тұрған өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайық. Бірінші, жақшаның ішіндегі қосу амалы орындалады. Екінші, бөлу амалы орындалады. Үшінші, қосу амалы орындалады. Бірінші амал 10 мен 2-ның қосындысы 12-ге тең. Екінші амал 12 мен 2-ның бөліндісі 6-ға тең. Үшінші амал 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең. Өрнектің мәні 10. Келесі өрнекті қарастырайық. Алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады. Екінші амал көбейту амалы. Үшінші амал қосу амалы орындалады. Бірінші амал 18 бен 10-ның айырмасы 8-ге тең. Екінші амал 8 бен 2-ның көбейтіндісі 16-ға тең. Үшінші амал 40 бен 16-ның қосындысы 56-ға тең. Өрнектің мәні 56.